Тұңғыш президент күніне арналған елін сүйген, ел сүйген елбасы ақпараттық сағаты. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Шамалған ауылында ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасаған Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келді. Ұлы жүздің шапырашты руынан шыққан. 1960 жылы Днепродзержинск қаласындағы кәсіптік техникалық училищені, 1967 жылы Қарағанды металлургия заводы жанындағы техникалық колледжін бітірді. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Казметаллургстрой тресінің құрылыс бөлімінде жұмысшы болып бастады. Құю машиналарында шойын операторы, Қарағанды металлургия заводында диспетчер, домна цехында газ операторы болып жұмыс атқарды. Партиялық қызметін 1969 жылы бастады. 1984 жылға дейін Қарағанды металлургия комбинаты партия комитетінің хатшысы, Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы, Қазақстан компартиясы орталық комитетінің хатшысы болды. 1984 жылы кеңестің төрағасы, КСР министрі, ал 1989 жылы Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. 1989-1992 жылдар аралығында КСРО халық депутаты, ал 1990 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болып жұмыс атқарды. Söz Nursultan Nazarbayev'e verildi. Құрметті ағайын, ауданның артық көрінен келіп мені қарсы алып, жылы лебіз білдіріп, көңілдеріңізді көрсетіп жатқандарыңызға шын жүрегіммен рахмет айтып, осы Сұлукөл ауылының ауданның түкпір-түкпірінен келген барлық сіздерге, сіздер арқылы барлық Қостанай облысының ауыл шаруашылық қызметкерлеріне, тұрғындарына шын жүрегімнен сәлемімді жолдап, көп рахметімді айтқым келеді.